Баршаңызға сәлем. Құрметті менің көрермендерім, бүгін восточный пирог жасап көрсететін боламын. Ол үшін 250 грамм ұнға, 50 грамм қант және 1 шай қасық қосытқыш қосып араластырып аламын. Одан кейін 120 грамм сары май, 82% және 1 жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей қамыр дайын болды. Оны судыр қалтаға салып қоя тұрамыз. Енді пирогтың салмасын жасаймыз. Ол үшін міне өрік, мейіз және грек жаңғағын турап қосамыз. Мен ұсақтап турап алдым. Мейізді де ортасынан бөліп турадым. Турамай салуға да болады. Құрметті достар, қазақша каналды қолдап, подписаться деген батырманы басып, тіркеліп көрсеңіздер екен. Және достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, ұнаса лайк басып, қолдау көрсетіп отырсаңыздар екен. Грек жаңғағын бүтіндей де қоюға болады. Мен бірақ бәрін турап қостым. Бәрін турап болдық. Енді үстіне 1 банка сгущенканы қосып араластырып аламыз. Енді қамырды алып, осылай форманың ішіне салып аламыз. Және қолдың алақанның көмегіменен форманың қалпына келтіреміз. Енді шанышқының көмегіменен қамырды әр жерінен осылай шаншып шығамыз. Және салмамызды саламыз. Бұл жерде мен грек жаңғағын және өрік мейізді 120 граммнан қостым. Форманың диаметрі 24 сантиметр. Пирогты 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.